Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін осындай фрикадельки сорпасының рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ең алдымен күрішімізді жуып аламыз, үстіне ыстық суды құйып бұқтырып қоямыз. Жуамыздың кішкентай бөлігін алып тураймыз, төртбұрышты қылып. Және сәбізімізді алып осылай турап шығамыз. Мен сәбіздің бәрін қоспадым, себебі біздің балдар көп жақсы көрмейді сәбізді. Содан соң картоплымызды осылай турап шығамыз. Суымызды отқа қойып қайнатамыз. Бөлек табаға кішкентай ғана май құйып, осылай жуамызды. Сосын сәбізімізді кішкене ғана қызарғанша қуырып аламыз. Қып-қызыл қылып қуыру міндет емес. Және картоплымызды салып, баяу оттап қуырамыз. Енді фаршты дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа саламыз. Және қалған жуамызды үккіштен өткіземіз. Ірі жағынан чесногымызды үккіштің жіңішке жағынан өткіземіз. Егер сіздерде чеснокты сығатын чеснокка давка болса, онда соны қолдануыңызға болады. Тұз және бұрыш саламыз. Үстіне бұқтырылған күрішіміздің суын төгіп тастап, күрішіміздің өзін саламыз. Бәрін біркелкі қылып араластырамыз. Қуырылған көкөністерімізге азғантай ғана томат саламыз. Мен приправа салдым, универсальный, бірақ бұл міндетті емес. Және де тұзымызды салып, кішкене ғана тағы қуырамыз да, қайнап жатқан суымызға осы салмамызды саламыз. Енді осы жасалған фаршымыздан осындай домалақ фрикаделькаларымызды жасаймыз. Бір шай қасық көлеміндей болады. Дайын болған фрикаделькемізді табаға май құйып, жан-жағын қызартып қуырып аламыз. Қайнап жатқан сорпамызға салып, 15-20 минуттай пісіреміз. Мінекей, 20 минут өтті. Сорпамыз осындай болып шығады, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге менің рецептім ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.